Саламатсыздар ма 5-ші сыныптың оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы координаталық сәуле, натурал сандарды және нөл санын координаталық сәуледе кескіндеу. Енді координаталық сәуле туралы жалпы мағлұмат беріп кетейін. Координаталық сәуле дегеніміз мына суретте кескінделген суретті айтамыз. Яғни мұның анықтамасы былай айтылады. Санақ басы 0 нүктесі, яғни мына 0 нүктесі. Бірлік кесіндісі берілген, міне бірлік кесінді жаңыз мынау емес, келесі сандарда арашықтықтар бірдей болады. Және бағыты көрсетілген, міне бағыты көрсетілген сәулені координаталық сәуле деп атаймыз. Яғни бұл жерден бірлік кесінді, мына жерде мына арашықтар бірдей болады. Мысалы, мына 0 мен 1-дің арасы қандай арашықтық болса, келесі 2-ның арасы да сондай болады. Келесі 3-те сондай болады. Келесі 4 тағы сол сияқты кете береді. Енді координаталық сәуледе берілген нүктеге сәйкес сан осы нүктенің координатасы деп атады. Мысалға, мына жерде бір А нүктесін белгілейтін болсақ, мысалы, А нүктесінің координатасы ол былай жазылады екен: А шақшаң ішінде 2. Оқыған кезде А нүктесінің координатасы 2-ге тең. Жазайын. А нүктесінің координатасы, бұны ауызша айтамыз. А нүктесінің координатасы 2-ге тең деп оқимыз. Сонда мына жазуды осылай оқимыз. Келесі мысалға кезген тағы да жерде В болса, жазған кезде В шақшаң ішінде 4. Яғни В нүктесінің координатасы 4-ге тең деп жазылады екен. Ары қарай. Келесі, енді осы тақырып бойынша берілген оқулықтағы есептердің қалай шығарылатынын көрсетейін. Бірінші 19-ші есеп: координаталық сәуледе А, В, С, Д нүктелеріне қандай сандар сәйкес келеді дейді. Енді мына жерде мына бірлік кесінді, мына жер 1-ге тең, мынау 2 деген сөз, мынау 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына жерде біріншісі бойынша А нүктесінің координатасы 2-ге тең, В нүктесінің координатасы 4-ге тең, С нүктесінің координатасы 5-ге тең, және Д нүктесінің координатасы 7-ге тең, осылай жазылады екен. Келесі, мынада бірлік кесінді 5-ге тең, олай болса мынау 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Олай болатын болса, екінші бойынша А нүктесінің координатасы 5-ге тең, В нүктесінің координатасы 15-ге тең, С нүктесінің координатасы 25-ге тең, және Д нүктесінің координатасы 40-ға тең болады екен. Келесі 20-ші есеп: бірлік кесінді ретінде ұзындығы 1 см кесінді алып, координаталық сәуле сызыңдар дейді. Координаталық сәуле сызайық. Сыздық. Енді 1 см бірлік кесінді 1 см қылып ал дейді. Енді 1 см алса, онда мынау 0, 1-ге тең, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бізге 9-ға дейін керек сияқты. Енді оның бойында 2, 6, 8, 9 сандар белгіле дейді. 2 деген А нүктесімен белгіле дейді. Міне, сандарына 9 сандарын кескіндейтін А, С, Д нүктелерін белгіле. А 2, В 6, вот, С 8, және Д 9. Мынау 9. Д 9. Енді ОА, ОБ, ОС, ОД кесінділерінің ұзындықтарын сантиметр есебін таңдайды. ОА, мына арашықтық. О арашықтығы бізде 2-ге тең болады. Немесе олай бүйтіп қалай істеп қоюға болады модульмен. Келесі, ОБ бізде 6-ға тең. Келесі, ОС 8-ге тең, және ОД 9-ға тең болады екен. Ары қарай келесі есеп. 21. Бірлік кесіндісі дәптердің 2 тор көзінің ұзындығына тең координаталық сәуле сызыңдар дейді. Координаталық сәуле сызайық. Сыздық. Енді осыған бірлік кесінді 2 тор көз десе, бағанағыдай сияқты. Мұнда 0, 1, 2 тор көз. 2,
3, 4, 5, 6, 7, бәрі. Так, енді осы координаталық сәуледен біріншісі А-ны бөлек-бөлек екен. Біріншісі А 4-ке тең. А нүктесінің координатасы және В8 дейді. В8. Келесі екінші А3 және В11 нүктелер белгілеп, А бүкесінісінің қақ ортасында С нүктесінің координатасын жазыңдар дейді. Мынаның қақ ортасында С нүктесінің координатасы. Так, мынаның С нүктесінің координатасы бізде 6-ға тең болады екен. Келесі екіншісін сызайық. Екіншісін сыздық. Енді осыны екіншісі деп қойын. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді мына жерде А3-ке тең дейді. Мына жерде А3-ке тең. Және В11 дейді. Мына жерде В11. Ортасындағы, қақ ортасындағы нүкте бізде 7 болу керек. Жер 4-ке тең, 8. 7. Сонда С-ның координатасы бізде 7-ге тең болады екен. Ары қарай келесі. 23 алдар көсе 80 метр минут жылдамдықпен Шығайбайдың үйіне келе жатыр. Мына суреттемін. Алдар көсе Шығайбайдың үйіне келе жатыр. Координаталық сәуледе Шығайбайдың үйі А нүктесімен кескінделген. Мына А нүктесімен кескінделген. Мұнда бірлік кесінді 40 метрге тең дейді. Енді 40 метр болса, мына жер 40, мына жер 80, мына 40 қоса берем 120, оған 40 қосам 160, оған 40 қосам 200, оған 40 қосам 240, оған 40 280, оған 40 320. Енді бұл жерде мына сурет бойынша шатасып кеткен. А нүктесі мына жерде болу керек. А нүктесінің координатасы. Жерде келесі енді бізге айтады. А нүктесінің координатасын тап дейді. Бізге А нүктесінің координатасы, мына астына жазайын. А нүктесінің координатасы мына жерде болу керек, 320-ға тең. 320-ға тең. Бірінші сұрақ бойынша координаталық сәуледе Шығайбайдың үйіне сәйкес нүктенің координатасын жаздық. Біріншісін. Екінші сұрақ, алдар көсе Шығайбайдың үйіне неше минутта жетеді дейді. Бізге Т-ны табу үшін S-ті В-ға бөлем. Яғни S деген жүрген жол, В деген жылдамдық, Т деген уақыт. Енді осыдан Т-ны табуымыз керек. Т-ны табу үшін S арақашықтық. Арақашықтық бізде 320-ға тең. Соны бөлем, жылдамдығы мына жер жазылды 80-ге бөлем. Сонда бізде 4 болады. 4 енді өлшем бірлігі, мына арақашықтық метр, минут болады сонда. 4 минутта жетеді екен. Келесі ары қарай. 24-ші есеп. 1/6 суретте баланың тұрған орны және иттің тұрған орнына сәйкес нүктелердің координаталарын таңдар дейді. Баланың тұрған, енді бұл жерде бірлік кесінді 30 метрге тең болса, олар неше метр қашықта бір-біріне қарсы жүгіреді дейді. Так, енді мына жерде 30 болса, мына 30 қоса берем 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 30 қосып атым, 270, 300, және мынау 330 болады екен. Енді мына екеуінің арақашықтығын бізге сұрап тұрған бірінші. Егер бірлік кесінді 30 метрге тең болса, олар неше метр қашықтан бір-біріне қарсы жүреді. Яғни мына жерде арақашықтығын табу үшін 330-дан 90-ды алып тастайын. 330-дан 90-ды алып тастасам, менде 240 болады. Екеуінің арақашықтығы 240 метр деген сөз. Келесі екінші. Бала мен ит неше секундтан соң кездеседі. Т-ны табу үшін бізде арақашықтық 240-ты бөлем екеуінің жылдамдықтарын қосып.
Сонда 240-ты мен бөлем 8-ге. 30 секундтан кейін кездеседі екен. Ары қарай келесі. 1-7 суреті шегірткенің секіру қозғалысы координаталық сәуле бойында кескінделген дейді. Шегіртке координаталық сәуле бойымен А3 нүктесінен солға қарай 2 бірлік кесінде секірген соң, оңға қарай 5 бірлік кесіндіге секіреді дейді. Солға қарай. Бірінші А3 нүктесінен солға қарай 2 бірлік. Яғни бұлай қарай 2 бірлік секіреді. Сосын оңға қарай 5 бірлік. 2, 3, 4, 5 бірлік. Мына жерге келеді. Адам бұлай қарай секіреді. Бірінші бұлай секіреді, сосын бұлай секіреді. Шегіртке осылайша қозғалысы жалғастырады. Шегіртке координатасы 2, 4, 5, 7, 9, 12 нүктелерінің қайсында болады дейді. Енді осыдан тағы бана қозғалысты жалғастыратын болса, мына жерге келеді. 4, қайтадан бұлай қарай жүреді. Мына жерге келеді. 4, 5, 6, 7, 8, 9-ға келеді. Мына жерге барады. Мына жерге барады. Қайтадан мына жерге келеді. Мына жерге барады. Сосын қайтадан мына жаққа барады. 10, 11, 12. Қайтадан мына жаққа барады. Осылай жүре береді. Сонда мына сандардың қайсына барады дейді. Сонда біріншісі айтылып тұрған жоқ бұл жерде. Екіншісінде мына 4-ге келеді. Және 9-ға барады. 4-ге барады, 9-ға барады. Сосын 7-ге барады, 12-ге барады. 7-ге барады және 12-ге барады екен. Осылай жалғастыра береді екен. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.